күлесің ба, жылайсың ба, білмей қаласың кейде. Мына Қытайлар шошқасына жем ретінде беретін шайн мускат жүзімі менен, мынау Қытайлар Дубайда өздерінің жерасты зауыттарында өндіретін аталмыш дубайский шоколад туралы сөйлеп едік. Менің жекеме біреулер жазыпты. Ал маған шайн мускат жүзімі ұнайды, қайтесің енді, не қылайын деп едің, деп жазып жіберді. Сосын мен де оған жауап қайтарып жібердім. Шайн мускат жүзімін жемесе Қытай шошқасының басы ауырады деп қойды. Сосын екіншісі жазып жіберді. Осы біз не жеп не қоямыз? Осы сенің ақсындамайтының болмайды екен. Енді бәрі Қытайдан кеп жатса не істейміз дейді. Олай қарасақ, оныкі де дұрыс сияқты. Біз айттық, Қытайдың киімін киме, Қытайдың азық-түлігіне ұн қосылған, киіміне денеңді улайды, сақтан. Қытайдың жеміс-жидегінен бас тарт, өзіміздің отандық жеміс-жидек жеңдер, Қытай деген бүкіл азық-түлік жеміс-жидегін жаңа химиялық тыңайтқыштармен, химиялық дәрілерменен, жаңа неше түрлі құрттарға қарсы заттарменен өсіреді деп тұрып айттық, Әгінің сөз бұлай қарасаң дұрыс сияқты. Оған да жазып жүреді. Енді не дейсіз ғой? Мен айттым енді. Қытай шошқа таулының өкісі барлық жерде ұқсас деді. Шошқа таулының тәбеті қай жерде болсын ұқсас тақпайды. Енді Қытай шошқасы Қытай жүзімін жесе, Қытайдың шошқасы болайын дегендерде Қытайдың жүзіміне құмарда. Енді қайтесің? Табиғаты тартып бара жатыр. Бұрынғы қазақ боқ жемес иттің басы ауырады деуші едік, енді жүзім жемесе шошқаның басы ауырады деп өзгертеміз енді. Есекті от қайдасаң боққа қашады деуші ме еді қазақ? Енді бұл қазақты Қытайдан сақтан, азық-түлігінен сақтан десек, өзіңе ренжиді. Көрмегенге көсеу таң деген осы міне. Қай жайдағы түк көрмеген, қайдағы бір тәжіктер жеміс-жидек жәрмеңкесін өткізсе таласып тармасады, шекерге қырылысады. Анау Болат Назарбай 1000 қазан палау басса, он бірін-бірі таптап кете жаздап қырылысады. Осының барлығы қазақтың әбден бітіп, әбден құрып, ем қонбастай ауруға, дертке душар болғанның белгісі ғой. Ал енді бұрынғы қазақ бұндай емес еді ғой. Бұрынғы қазақ жақсы көргенін айтады, жаман жегенін айтады. Бұрынғы қазақ жегенімен мақтанбайтын. Ал қазіргі қазақ күнде осы нешіп не қойғанын инстаға, тиктокқа салмаса басы ауырады. Неге? Қазақтың тойында не ойбай, келді деп бір Шыңғысхан менен Кенесарыған тіріліп келгендей, Жошыған тіріліп келгендей, қойдың басын тартқанда тура бір орыстың патшасының басын тартатындай болып, не қып сонша дарақыланады? Неге қазақтар ет жегенде қасқырдан кейінше екінші күн, ет жегенде қасқырмен қазақтың мазасын алмау керек деп, оған қазақ жырқылдап күліп неменесіне мәз болады? Осының барлығы қазақты қара тобырландырды. Асылымызды, ақсүйегімізді өлтірді, қырды, жойды, шапты. Сосын қара табан қарнының қамынан ары аспайтын, қарнымен ойланатын, өңкей құстабан құлдың тұқымын қалдырып қойды. Гап сонда тұр. Халқымызды әдейге қарнынан басқаны ойлай алмайтын бейшара халқы әкеп қойды. Кім әкелді? Орыс басқыншылар. Қазақстан деген тәуелсіз ел емес. Біз әлі де орыстың отарында жасап жатырмыз. Анығында 3 ғасырға созылған орыс отаршылдығынан әлі құтылған жоқпыз. Орыстың отаршылдығынан құтылып шын мәніндегі тәуелсіз Қазақстан болу үшін Мәскеушіл және орыс КГБ-сінің фильтрінен өткен Назарбаев, Тоқаевтың және оның айналасында кландардың тас талқаны шығару керек. Онсыз шын мәніндегі тәуелсіздікке қол жеткізе алмаймыз. Ал бұл жалмауыздар, бұл қарақшы, қанышер, ұры, бандит, тобырлар қазақтарды әдейіге жоқшылықта, құлшылықта, кіріптарлықта ұстайды. Әдейіге банктерді монополия жасайды. Әдейіге жер шарындағы жоқ, ең сұмдық жоғары өсімді қазақтардың мойнына алады. Әдейіге қазақтарды жұмыссыз қалдырады. Әдейіге қылмыскерлерді, педофилдерді, қыз зорлағыштарды, кісі өлтіргіштерді түрмеден босата салады. Әдейіге армияда зорлық зомбылықты қолдан ұйымдастырады. Әдейіге бүкіл қоғамды үрейде ұстайды. Әдейі қолдан қасақана мақсатты түрде тұтас қазақ қоғамын үреймен, қылмыспен және қарақшы, бандит, полицей киімдерімен қорқытып ұстайды. Әдейіге бүкіл қоғамда әділетсіздікті қолдан орнатады. Әдейіге тұтас қоғамда бір пара,
теңсіздік, осы зұлымдық атаулының бәрін ұйымдастырды. Тұтасыменен халықты улайтын барлық теріс қарекеттердің бәріне ешқандай тыйым қоймайды. Ал алға басар істерді, халыққа пайдалы істерді тұншықтырады. Алға басар ашық ойлы азаматтарды соттайды, түрмеге қамайды, өлтіреді. Міне, параны, зұлымдықты, әділетсіздікті, табансыздықты дәріптеген балабақшадан тартып, арысын айтсақ туытханадан тартып, қазақтарды осындай ит өмірге мәжбүрлеп көндіреді. Сондықтан қазақтар, оянайық. Біздің басымыздағы мың сан зұлымдықтың бір ғана шешімі бар. Ол мына отаршылдардың тесік құлақ, таңбалы құлдарының көзін құрту. Сонда ғана шын азат тәуелсіз ел боламыз. Сонда ғана шын нағыз бақытты халыққа айналамыз.